Бүгінгі таңда елімізде статистика бойынша 350 мыңнан астам құмар ойыншының қарасы бар екен. Ал олардың мойнындағы қарызды, берешек қарыздарын есептесек, олардың қарыздары 10 миллионнан астам теңгені құрайды екен. Ал бұның діни тұрғыдағы үкімі қандай болмақ? Құмар ойындарына шақырушы адамның өзі қарыз садақа беру арқылы бұл күнәсінен арылсын деген хадис келеді. Жалпы алғанда ислам дінінде ғана емес, құмар ойындары сонымен қатар басқа өзге діндердің өзінде, мәселен христиан, иудаизм діндерінің өзінде құмар ойындарына қатаң түрде тыйым салынады. Не үшін? Өйткені құмар ойындарының басты қаупі ол адамды ақылынан шектеп, адамды тәуелділікке алып барады. Нәтижесінде адам 200 теңге беру арқылы бір ұтқан адам, бір жеңістің тәтті дәмін татқан адам қайта-қайта сол жетістігін қайталағысы келіп, қомақты түрде ақша тігу арқылы адам сол құмар ойындарына тәуелді бола бастайды. Жалпы алғанда шариғат пен дінді, Құран сүннетті жиыстырып қойып, таза адамның ақылына сүйенген күннің өзінде бұл нәрсе адамға өте қауіпті, және қаупін өзіміз айтып өткендей, адам сол нәрсеге тәуелді болады. Нәтижесінде адам қоғамдағы және отбасындағы жауапкершілігін сезінбей, адамның ақылы тежеледі. Шахмат пен тоғызқұмалақ сынды адамның IQ деңгейін көтеретін, адамның ақыл парасатын арттыратын ойындарды ешқандай шариғат, ешқандай дін тыйым салмайды. Біздің берген ақпаратымыз сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Оңай келген ақшаның оңай желге ұшатындығын ескере жүрсеңіздер екен дейміз.